Күйеуіңіздің көңілдесі бар екенін білсеңіз не істер едіңіз? Ажырасасыз ба әлде кек аласыз ба? Санкт-Петербургтегі бір әйел екінші жолды таңдады, бірақ оның кек алуы өте қорқынышты еді. Ең сорақысы, осы қанды қылмысқа себепкер болған еркек бүгінде шетелде жаңа әйелімен бақытты өмір сүріп жатыр. Оған таласқан екі әйелдің біреуі қара жердің астында, екіншісі темір тордың артында қалды. Бұл оқиға қалай болған? Басынан бастап айтып берейін. 2014 жылдың 9 наурызы. Таңертең Агалатов ауылында тұратын ер адам әдеттегідей орманда итін серуендетуге шығады. Итімен күнделікті осы жерде жүретіндіктен ол орманды бес саусағындай білетін және бұл жер ешқандай қауіп төндірмейтін тыныш жер еді. Бірақ сол жолы бәрі басқаша болды. Ер адамның назарын қардың үстіндегі бір қара дағы аударды. Жақындаған сайын әлгі дақтың пішіні айқындалып, еркектің денесі қорқыныштан суып кетті. Бұл адамның денесі болып шықты. Қар үстінде жатқан жас әйелдің мәйіті еді. Оқиға орнына жеткен жедел топ бірден қылмыстың ерекше қатыгездікпен жасалғанын анықтады. Ең қорқыныштысы, шабуылдаған адам бұл әйелді тек өлтірумен шектелмеген. Сарапшылар мәйіттен көптеген пышақ жарақаттарына қоса ауыр термиялық күйіктердің іздерін анықтаған. Яғни қылмыскер мәйітті өртеп жібермекші болған. Ол әсіресе марқұмның бетін адам танымастай етіп өзгертіп, тіпті көздерін ойып тастаған. Тергеушілер бұл жай ғана қылмыс емес, бұл әйелге біреу қатты ашуланып, жек көрушілікпен, ұзақ уақыт жиналған кекпен жасаған-ау деген ойға келді. Тергеушілер бұл әйелдің кім екенін анықтауға кіріседі. Дәл осы уақытта Санкт-Петербургтың полиция бөлімшелерінің бірінде жоғалған әйел туралы арыз тіркелген болатын. Бір қызығы, бұл арызды жоғалған әйелдің отбасы емес, Мәскеуде тұратын досы Дмитрий берген. Оның айтуынша, 32 жастағы Мария Соколова 6 наурыздың кешінен бастап байланысқа шықпаған. Әдетте үнемі хабарласып тұратын әйел кенеттен жоғалып кеткен. Телефоны өшірулі, үйіне оралмаған. Ең бастысы, оның жоғалуына ешқандай себеп болмаған. Тергеушілер Марияның телефонындағы соңғы байланыстарын тексереді. Телефон қоңырауларының тізімінде онымен ең жиі сөйлескен ер адамды анықтайды. Оның аты Евгений Романов. Полиция онымен байланысқа шығып, мәйітті тануға шақырады. Ер адам сот медициналық сараптама бөліміне келеді. Оны ең ауыр сәті күтіп тұр. Денесі күйген, беті адам танымайтындай етіп жарақаттанған, көздері ойылған мәйітке қарап, оны өзінің танысы ма жоқ па екенін анықтау. Бірақ соған қарамастан, ол бірден бұл Мария Соколова деп жауап берді. Тергеушілер одан олардың қарым-қатынастары туралы стандартты сұрақтар қоя бастайды. Мария Соколова сізге кім? Қаншалықты жиі кездесетінсіздер? Соңғы рет ол кісіні қашан көрдіңіз? Евгенийдің жауабы қысқа әрі суық болды. Ол менің әйелім емес, бірақ біз жақын араластық, деп эмоциясыз жауап қатты. Сонымен белгісіз әйелдің жеке басы анықталды, бірақ қылмысты кім жасады? Қылмыскердің мотиві қандай болған? Ол жағы түсініксіз. Тергеушілер Мария Соколова туралы ақпарат жинай бастайды. Ол Мурманск қаласының тумасы, Петербургте қарапайым өмір сүрген, қылмыстық әлеммен байланысы жоқ, жаулары болмаған. Көзді ойып алу, өртеуге тырысу сияқты қылмыс сипаты аса үлкен өшпенділіктің белгілері. Алайда Марияның өмірбаянында оған мұндай өлімді кім тілеуі мүмкін екендігі туралы бірде-бір ілік болмаған. Мария Соколованың орманға қалай тап болғанын анықтау үшін тергеушілер 2 тәулік бұрынғы оқиғаларды тексере бастайды. Олар қаза тапқан әйел тұрған Посвящение проспектіндегі көп қабатты үйдің ауласына келеді. Көршілерден ақпарат жинай бастағанда Марияны тірі күйінде соңғы рет көрген әйел табылады. Ол Марияны дәл осы аулада 6 наурыз түнгі сағат 11 шамасында соңғы рет көргенін айтады.
Көрші әйел терезеден қарап тұрған. Оның айтуынша подъездің алдында үлкен қара джипті байқаған. Көліктің қасында ер адам бір әйелді күштеп артқы орындыққа отырғысы келіп жатқан. Әйел оған белсенді түрде қарсылық көрсетіп жатады. Ол есікті жабуға мүмкіндік бермей, аяғымен тіреп, бір сәтте көліктің терезесін аяғымен теуіп, шабуыл жасаған ер адамға ма әлі жүргізуші әйелге ме қарап, мен сенің күйеуіңді тартып алдым, енді отбасыңды тартып аламын деп айғайлап жатқанын естіген. Ер адам әйелді салонға күшпен итеріп, есікті жабады. Көлік ауладан шығып кетіп қалады. Ештеңке түсінбеген куәгер әйел полицияға қоңырау шалған. Алайда полиция келген кезде көлік жоқ, мәселенің мән-жайын анықтамай, бұл оқиғаның жай ғана қоғамдық тәртіп бұзу ретінде тіркеген. Тергеушілер үшін көрші әйелдің айтқан ақпараты негізгі ілік болды. Аулада тұрған бейнебақылау камераларының жазбаларын алып, олар көліктің нақты моделі мен мемлекеттік нөмірлерін анықтайды. Қара Toyota Land Cruiser Prado көлігі ешқандай да бандиттердікі емес екен. Көліктің заңды иесі мәйітті тануға келген Евгений Романовтың әйелі Елена Романова болып шығады. Қылмыстың мотивін түсіну үшін тергеушілерге осы адамдардың осыған дейінгі өмірлерін зерттеуге тура келеді. Евгений Романов пен Мария Соколова көңілдестер болып шықты. Екеуінің арасындағы байланыс бір ай емес, бір жыл емес, 5 жылға созылғаны белгілі болды. Екі әйелдің ортасында жүрген Евгений Романов ірі кеден, яғни таможня терминалының қауіпсіздік бөлімінің басшысы болып қызмет атқарады. Табысы қомақты, отбасының жылжымайтын мүлкі мен қымбат көліктері бар. Оның заңды жұбайы Елена Романова. Қара джип дәл соның атына рәсімделген. Оның да білімі күйеуінікі сияқты. Екеуі университетте танысқан. Олардың отбасы сырттай қарағанда мінсіз көрінетін. Ауқатты жұп, отбасы құрғандарына 10 жыл болған, тәрбиелеп отырған ұлдары бар. Мария Соколова Романовтың өмірінде 5 жыл бұрын Евгенийдің жұмыс істейтін кеден терминалына жұмысқа орналасқанда пайда болған. Романов танысқанда көңілдесінен отбасы бар екенін жасырған. Бірақ мұндай ақпаратты ұзақ жасыру мүмкін емес қой. Евгенийдің әйелі бар екенін білген Мария онымен байланысын үзбек болады. Осы кезде Евгений оған некесінің тек қағаз жүзінде екенін айтып сендіреді. Евгений Марияға дәл қазір ажыраса алмайтынының себебі ұлы екенін, өзі жетім өскендіктен оны жетім қалдырғысы келмейтінін айтқан. Тағы бір жанжалда менің үлкен проблемаларым бар, ал енем соларды шешуге көмектеседі. Дәл қазір ажырасуға болмайды деп әр жолы әр түрлі сылтаулар айтты. Және уәделеріне Марияны сендіре береді. Мария көңілдес болған жоқ. Евгенийдің ажыраспайтынын түсінген кезде ол одан кетіп қалған. Тіпті Марияның жаңа жігіті де пайда болған. Бірақ Романов бұны өзінің намысына тию деп қабылдап, қызға психологиялық қысым жасап, қымбат сыйлықтар беріп, оны қайта оралуға мәжбүрлеген. Мария Евгенийді шын жақсы көрді. Романов пен ақша не байлық үшін жүрген жоқ. Мария өзі тұрған пәтер өз ақшасына жалдап тұрған. Тіпті Евгений екеуі қыдырғанда ақшаны көп жағдайда өзі төлеп жүреді. Мария Евгенийдің ажырасқанын тосып, екеуі қосылып, балалы болуларын армандаған. Күйеуінің көңілдесі бар екені туралы Елена Романова да біліп жүрген. Ол Мария туралы барлық ақпаратты білетін және күйеуінен оны тастауын талап етіп жүрген. 2014 жылдың ақпанында екі әйелдің қақтығысы ашық текетіреске айналады. 14 ақпан ғашықтар күнінде Евгений Романов екі әйелге де бірдей 101 қызыл раушан жібереді. Евгенийдің көңілдесі Мария Соколова ВКонтактедағы парақшасына гүл шоғымен түскен суретін салып, сүйіктісінен алғанын жазып қояды. Оны көрген заңды әйел Елена Романова күйеуінің ашынасына дәл өзінікіндей розалар бергенін, гүлдердің түстері тіпті сандарының бірдей екенін көреді. Елена қатты ашуланып күйеуіне мен оны өлтіремін, көр де тұр деп айтады.
шиеленіс бір аптадан кейін, яғни 23 ақпанда күшейе түседі. Романов Парижге іс-сапармен кетеді. Өзімен бірге Марияны ала кетеді. Бірнеше күннен кейін Франция астанасына Елена да ұшып келеді. Бұл жағдайды түпкілікті ушықтырады. Сапардан оралған соң Мария Соколова тактиканы өзгертемін деп шешеді. Бұрын Евгениймен түскен фотоларын жасырын сақтап жүрген ол, енді екеуінің қарым-қатынасын ашық түрде жариялай бастайды. Бұл менің сүйіктім, біз біргеміз дегендей жазбаларды қалтыра бастайды. Ал Евгений ультиматум қойып, өзі өтірік неке деп атап жүрген некесін бұзуды талап етеді. Таңда не мен, не отбасың дейді. Халықаралық әйелдер күні қарсаңында Елена Романова отбасына төнген қауіпті түбегейлі жоюды шешеді. Ол бұл мәселені күйеуінің еркіне қалдырғаннан шаршаған. Мария Соколованың бойы 185 сантиметр болған, ал Еленаның бойы 150 сантиметр. Жалғыз жеңе алмайтынын түсініп, ол өзіне көмектесетін сыбайлас іздей бастайды. Ақыры танысы 44 жастағы Василий Шатыровты тапты. Ер адам Петербургте заңсыз жүрген құрылысшы еді. Олардың келісімі бартерлік сипатта болды. Шатыров ұрлауға қатысуға келісті, ал Елена оған ресми тіркеумен жаңа жұмыс табуға көмектесуге уәде береді. Елена Василийге өз жоспарының жеңіл нұсқасын айтады. Ол тек күйеуінің көңілдесімен сөйлесіп, оның өмірлерінен жоғалуын талап ететінін айтады. Алайда Елена бұл кездесуге басқаша дайындалады. Көлігіне қыздың аяқ-қолдарын байлауға медициналық бинттер салып қояды, ал сөмкесінде пышақ болады. Осылайша Елена мен Василий 6 наурыз күні проспект Посвящениядағы аулаға келеді. Мария телефонмен құрбысымен сөйлесіп үйіне келе жатады. Құрбысының айтуы бойынша Мария онымен сөйлескенде Евгенийге ренжіп жүргені туралы айтып келе жатқан. Ол телефонды кенеттен қоя салғанда, құрбысы Марияны жылап қалған шығар деп қайта қоңырау шалмайды. Осы кезде Василий оны Еленаның көлігіне сүйрей бастаған. Сонымен тергеу тобы 10 наурыз күні белсенді әрекетке көшіп, Елена Романованы ұстайды. Ұстауға негізгі айғақ Марияны алып кеткен қара Тойотаның иесі Елена еді. Олар көлікті тексереді, көлік мінсіз, тап-таза. Бейнебақылау камералары бойынша тергеушілер Романованың орманнан оралғаннан кейін көлік жуу орнына барғанын табады. Елена салонды толық тазалауды тапсырып, өзі клиенттер аймағында еш уайымсыз кофе ішіп, журнал қарап отырған. Оның жаңа ғана кісі өлтіріп келгенін ол кезде ешкім сезбеген. Ары қарай Елена ештеңе болмағандай баласының балабақшадағы ертеңгілігіне барған. Алғашқы жауап алу кезінде Романова кінәсін бірден мойындап арыз жазады. Тергеушілермен бірге орманға барып, Марияны қалай өлтіргенін, не істегенін камераға айтып береді. Тергеу мен эксперименттер қылмыстың алдын ала жоспарланғанын дәлелдейді. 6 наурызда Шатыров Марияны күшпен көлікке отырғызған. Көлік ішінде ол Марияның қолдарын бинтпен байлаған. Олар Агалатова ауылындағы орманға келгенде Василий Марияны көліктен сүйреп шығарып, Елена Марияға 9 рет соққы жасаған. Оның әрекеттері негізінен Марияның бетіне қарсы болған. Көздерін ойып, түрін адам танымастай еткен. Содан кейін олар қылмыс ізін жасыру үшін Марияның денесін өртемек болған. Бірақ бұл әрекеттері сәтсіз болып, оның тек киімдері ғана күйіп қалған. Алайда көп ұзамай Елена өзінің берген арызынан бас тартып, позициясын күрт өзгертеді. Себебі оны қорғауға анасы отставкадағы юстиция подполковнигі Татьяна Павленко кіріскен болатын. Анасы Еленаға тергеушілер қазір барлығын мойындасаң, сот үкімі шыққанға дейін үйге жібереміз дегендіктен осылай жасаған. Айғақтардың барлығы қолдан жасалды деп айыптап, қызының бұл іске ешқандай қатысы жоқ екенін дәлелдеуге тырысқан. Татьяна Павленко Еленада психикалық ауру бар екенін дәлелдегісі келді.
Ол қайта-қайта арыз жазып, істі барынша созбалаққа салып, тергеу амалдарын қиындатты. Соның нәтижесінде Елена СИЗОда ұзақ отырды. Ал Ресей Федерациясының заңы бойынша СИЗОда өткен бір күн 1,5 күнге тең екені белгілі. Алайда жинаған айғақтар, бейнежазбалар, куәгерлердің сөздері және ДНК сараптамасы қылмыстың бетін толық ашты және 2019 жылдың 25 шілдесінде алқабилер соты, яғни сот присяжных, Елена Романова мен Василий Шатровты бір ауыздан кінәлі деп таныды. Елена Романова мен Василий Шатровқа адам ұрлауды ұйымдастырушы және аса қатыгездікпен адам өлтіруші деп айып тағып, Елена Романованы 13 жылға жалпы режимдегі колонияға, ал Василий Шатровты 13 жылға қатаң режимдегі колонияға жапты. Қылмыскерлер Марияның туыстарына 3 миллион рубль моральдық шығын төлеу керек болды. Бұл оқиға Ресейдегі ең резонансты қылмыстардың біріне айналды. Мұнда бірнеше тағдырлар талқыланған. Мария Соколова 32 жасында жан түршігерлік азаппен көз жұмды. Елена Романова 13 жылға түрмеге отырды. Ал осы екі әйелдің өмірін ойыншыққа айналдырып, ақыры бірінің өліміне, екіншісінің түрмеге түсуіне себепкер болған Евгений Романов болса, әйелі сотталып жатқан кезде ажырасу туралы арыз жазып, онымен ажырасып, ұлын алып шетелге кетіп қалған. Ол сотқа қатыспаған, Марияның жерлеуіне келмеген, тіпті оның ата-анасына көңіл де айтпаған. Өзінің әлеуметтік желісінде бүгіннен бастап жаңа өмір бастаймын деген жазба қалдырған. Бірақ ең ащысы, екі әйелдің тағдырын ойыншық қылған адам бүгінде ештеңе болмағандай жаңа өмір бастап, бақытты ғұмыр кешіп жүр. Мұндай жағдайда әділдік орнады деп айтуға болады ма? Шешімді өздеріңізге қалдырдым. Осы подкаст ұнаса, маған лайк басып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Өзіңіздің пікіріңізді комментарийға жаза кетіңіз. Келесі подкастта кездескенше.